Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз ауызда еритін өте дәмді араб халқының басбуса деп аталатын пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: бір жұмыртқа және қалған өнімдердің барлығын бір кесеге өлшеп аламыз. бір кесе сұйық май, бір кесе құмшекер және бір кесе бөлме температурасындағы айран. Одан соң бір кесе манной крупа, яғни манной каша жарма. Одан соң бір кесе ұн және қопсытқыш, бір шай қасық қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, пешке салатын ыдысымызға әдемілеп салып, бетін осылай сәндесеңіздер болады. 180 градусқа 35-40 минутқа қызып тұрған пешке саламыз. Пирогымыз пісуге 10-15 минуттай уақыт қалған кезде біз сиробымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм құмшекер, 150 грамм су және 3 ас қасық лимон соғы қажет. Барлығын жақсылап араластырып, отқа қойып, ертіп аламыз. Дайын болған пирогымызды пештен шығарып, піскен-піспеген байқау үшін осындай ағаш таяқшамен шығып көреміз. Одан соң жаңағы біздің ыстық сиробымызды біртіндеп пирогымыздың үстіне асықпай сіңгенше құямыз. Бірден барлығын құйып жіберуге болмайды. Біртіндеп асықпай құю қажет. Сиробы пирогымызға сіңу үшін 1,5-2 сағатқа салқын жерге қойып қоямыз. Пирогымыз салқындағаннан соң кесіп дәмін көрсеңіздер болады. Өте дәмді, ауызда еритін дәмді пирог шығады. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.